Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы бойынша ішкі істер бөлімінің жеке ұжымы үшін Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі бағыттары туралы арнайы семинар өткізілді. Жалпы бұл семинардың негізгі мақсаты еліміздегі сыбайлас жемқорлық сияқты әлеуметтік зұлымдықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жоғарғы деңгейге көтеру болып табылады. Тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу тақырыбында жақсы бір кездесу ұйымдастырылып жатыр. Енді мақсатымыз жемқорлық деген қандай түсінік біздің жалпы санамызға сіңіп кеткен, жүрекке кіріп кеткен бір күнделікті әрекет сияқты болып көрінеді бүгінгі таңда. Бірақ әлбетте бұның зардабы өте терең екендігін түсіндіру, ұғындыру, қандай да бір сұрақтары болса әріптестеріміздің жаңағы сол бағытта сұрағына нақты жауап беру.